Мен өз жалпы өнерге, өлеңге кеш келген адаммын. Шамамыз келе ма, келмей ма, ертеңгі күн не болады? Наймандардың тойына барсаң пайдалы, арғындардың тойына барсаң шапан киіп қайтасың. Кейбір тойларда тойдың арт жағын білмей қалдық баяғы кездерде. Сол айтыс әлі жүрегімде қалып қойды, неге екенін білмеймін. Ол енді өте қорқынышты нәрсе. Енді жалқаулықпен күресіп жатырсыз ғой қазір. Күресіп жатыр деп өтірік айтуға болмайтын шығар, сол жылдан жылға сол жалқаулығым өсіп бара жатқан сияқты. Сөзден айырылып қалсақ, біз әр жағымыздан айырылып қаламыз. Мені тілегенді тілеген қылған ауыл, Дидар Қамиев, Мақсат Ақановтарға қарап таң қалам. Көзге көрінбейтін байлық бердім, ол байлық қанағатта дейді. Қазақтың өз баласы орысша сөйлеп тұрған намыстанам. Бір тойға барып біреуден сөз естисің, өзіңді түзетесің. Әке, шеше, баладан асалмай қалды. Ең бірінші жүрсін Ермановты көргендегі менің басымның айналып кеткенін көрсеңіз, бір пакет сарқыт бар, ішінде еттің наны, зефир бар, толған. Сосын бір велюрдан тігілген шапан 500 теңге берді. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Алаш Лайф бағдарламасының кезекті санын назарларыңызға ұсынамыз. Бүгін біздің бағдарламамыздың қонағы айтыскер, ақын, арқан мақтанышы Тілеген Адилов. Аға, қош келдіңіз. Қош көрдік. Қалыңыз қалай? Аллаға шүкір, алхамдулилля. Аға, енді бүгінгі сұхбатымызды дәстүрлі сұрағымыздан бастайық. Туып өскен жеріңіз, балалық шағыңыз қайда өтті? Менің туып өскен жерім негізі Сәттібай деген ақын айтайын. Жалпы негізі Ақшытауда туған мен. Ақшытау деген жерде ол кезде перзентхана сол жерде болған. Ол кезде Ақшағыл деген жерде тұрамыз. Туған жерім Ақшатау, Ақшағыл, бірақ өскен жерім Қармыс деген ауыл. Біздің Жұдырықтай Қармыс деген түтіннен түзу ұшқан ауыл болатын. Енді Қармыста туып өстім, балалық шағым өсті. Негізі туған жерден балалық шағым өскен жер әдемі болып, тәтті болып көрінеді екен де, ыстық болып көрінеді екен. Одан кейін Өңірек деген ауылға көштік. Негізі әкем де шешем де Ақтоғайдікі, сол Ақтоғай жағына барсам Ақтоғайдікі, Ақшытау болсам Ақшытаудікі, Қармыстан болсам Қармыстан. Сонда Сәттібай деген ақынның айтатыны ғой, өзің конкретно туған жеріңді айтшы дейді. Сенің анаң толғатып жүре берген бе дейді. Сондықтан қазақтың кез келген жері мен үшін туған жер, бірақ өскен жерім кіндігіңіз енді кесілген жер Ақшытау. Кесілген жер Ақшытау. Ақшатау деген онда үлкен жер болатын, қазір адам жүретін жер болды ғой. Ақшатау, өскен жерім Қармыс. Өйткені Қармыс деген адамды көріп қалса ренжуі мүмкін. Жанұяларыңызда неше ағайынсыз? Біз 10 ағайындымыз. Біз бірен едік, 10 едік, онымыз атқа мінгенде жер қайысқан қол едік деп Махамбет бабамыз айтқандай, бір құрсақтан 10 тудық. Соның қазір 8-і аманбыз. Мен үйде 8-ші балам. Әкеміз, анамыз бізді жеткізіп, өсірген, жеткізген. Сол кісілердің батырлықтарына, сол кісілердің тәуекелшілдіктеріне таң қалып отырасың да. Демек үйдің кенжесі болдыңыз? Менен кейін екеуі бар. Жақсы, енді қазір Аллаға шүкір өзіңіздің 7 балаңыз бар. Неше ұл, неше қыз? 5-еуі ұл, 2-еуі қыз. Алланың берген балалары ғой. Алланың берген, біздің үйге берген үлкен байлығы. Сол 7 баланы өсіріп жатырмыз. Сол бір үйден 7 бала шықса қазір таң қалатын болдық қой. Баяғыда біздің бала кезіміздерде бір үйден 5 бала шыққанда баласы аз деп айтатын. 10 бала, 14 баладан шығатын. 7 бала әр қазақтың шаңырағына аз болады негізі. Аллах бірақ береке берсін, қайырлы етсін. Енді бір айтысыңызда Мұхтар Ниязовпен айтысқан кезде өзіңіз айтыс барысында айтқан болатыныз, мен 10 баланы армандаймын деп. Мен баланың көптігін жақсы көрем. Өз аубесті арманым солдың, үйдегі жеңгелерімді арманым сол. Алланың бергені болады ғой. Алланың қалауы болады, Алланың бергені болады. Жалпы артыңда қалдыратын үлкен із, артыңда қалдыратын үлкен мұра, ол ұрпағың, ол балаң. Қазаққа менің қосып жатқан үлесім үйдегі сол 7 баламды өзінің тіліне, өзінің ұлтына, өзінің салтына, дәстүріне, дініне адал қалып, 7 қазақ тәрбиелеп шықсам, ұлтқа, еліме, жеріме, қазағыма қосқан менің үлесім деп ойлаймын. Тамаша. Енді Мұхтар өнер академиясында оқиды. Мұхтардан басқа тағы кімнің қатысы бар өнерге? Жалпы біздің үйде менің анам да, әкем де өлеңге жақын болған, менің ағаларым да ақын, біздің отбасымызға, біздің сүйегімізге сөз сіңген, қанымызға өлең келген, ол біз үшін жаңалық емес. Бірақ үйдегі сол өлеңге жақын, әнге жақын, жырға жақын сол үлкеніміз Мұхтар болды. Себебі Мұхтардың өзі көзі ашып көргеннен ортасы сондай болды. Ерлан Құжманов, Ерлан Төлеутаев ағаларымыз, Руслан Нұрбай құрдасымыз, Ержан Базарбек, бәріміз доспыз ғой. Сол ағаларымыздың батасын алған,
көзін ашқаннан өлеңнің ортасында, өнердің ортасында, айтыстың ортасында жүрген баланың жүрегіне қанына әбден сіңіп кеткен. Сол өлеңдің дізгінін, өнердің дізгінін ұстап жүрген сол ол. Одан кейінгілер енді кішкентай ғой, әлі жас қой, былай бұлтыңдап тұрады, бірақ енді өлең десе, дәстүр десе, ән десе жақын олар. Енді болашақ Аллах көрсетеді. Сіздің мамандығыңыз қандай? Қай жерде Мен оқыдыңыз? мұғалімім өзі ұстаздық. Жезқазған Байқоңыр атындағы университеттің тарих факультетін бітіргем. Ол кезде ауылда тұрамыз, ауылда мектепте бірер жыл қызмет еттім. Қалаға келгеннен кейін жұмыс табыла қоймады, оның үстінен жаңағы қаладан келген ұяң жігіт, қалаға көндіге алмай, жұмысқа бара алмай, бір іштегі бір жасықтық болды. Соны осы тоймен кетіп қалдық қой. Адам бой кездікке салды, тойдың соңына түстік, өлеңнің соңына түстік. Қазір енді біреу жұмыс істе деп айтса, аса жақтыра қалмайтын болдық. Қарағандыға қай жылы көшіп келдіңіз? 2002 жылы келдім. Енді келесі сұрақ, айтысқа оралайық. Айтыстағы ұстазыңыз кім? Менің енді жалпы өнердегі, өлеңдегі ұстазымды айта кетейін. Жаңа айттым ғой. Менің әкем ақын болған кісі, менің туған ағам қазаққа танымал ақын Ғазиз Есжан деген жазушылар одағының мүшесі, үлкен ақын, бірнеше кітаптың ғалым жігіт. Менің Төлеген деген ағам бар, ақын жігіт, асаба жігіт. Сол менің нағашыларымнан да, менің әкем жағынан да өлең өзегі бар. Оның үстінде мені өнерге, мені өлеңге баулаған анам еді. Біз енді әкеден ерте қалдық, әкеден жастай қалдық. Сол кезде анамыз үйдегі балаларды біреуін өлеңге тәрбиелеп, біреуін қара жұмысқа тәрбиелеген. Соның ішінде іріктеп алғандардың ішінде мені өлеңге тәрбиеледі. Бала кезден жыр оқытатын, Қобыланды, Алпамысты, Ер Тарғынды жатқа білетінмін. Сол бастан анам мені танып, сол өлеңге қарай сипаттай, өлеңге қарай бұра берген, ыңғайлай берген ғой. Жалпы өнердегі, өлеңдегі ұстаздарым, енді Аманжол Әлтаев, Қойлыбай ағамыз, Қуаныш Мақсұтов, бәрін ұстаз тұтам. Бәрі біздің ұстазымыз, бәрі біздің өнердегі ағаларымыз. Сол кісілерге қарап бой түзедік. Үлкен сахнада алғашқы айтыстыңыз қай жылы болды және кіммен болды? Үлкен сахнада 2002 жылы Ақжолтай Ағыбай батырдың республикалық айтысы болып ең алғаш сахнаға шықтым. Баянғали Әлімжанов ағамызбен, әкемізбен шықтым. Ол кісі менің тұсауымды кесті. Сол 2002 жылы Балқаш сахнасында үлкен додаға кірдім. Содан Алланың қалауымен сол үлкен додада әлі қапталдасып, ақындармен жарысып. Бірінші айтыста қандай жүлдеге ие болдыңыз? Жүлде алған жоқпын. Бірінші айтыста барып қатысқанның өзі жүлде еді. Барасың дегеннің өзі жүлде болып еді. Үлкен азулы ақындармен сахнада домбыра ұстап тұрғанның өзі жүлде еді. Ең бірінші Жүрсін Ермановты көргендегі менің басымның айналып кеткенін көрсеңіз, сізге айтып жеткізуім мүмкін емес. Соның өзі маған бас жүлдеге татыды. Жақсы, енді ең үлкен жеңісіңіз есіңізде қалған айтыста? Енді жеңістің бәрі, ерекше бағыңыз жанған. Жеңістің бәрі есте қалады ғой. Былтыр Атырау қаласында, Атырау облысында өткен республикалық айтыста бас жүлде алғанда, Қарқаралының 190 жылдығынан темір тұлпар мінгенде бәрі есте. Мен үшін бәрі ерекше. Бас жүлде болсын, үшінші орын болсын, мен үшін айтыстың бәрі есімде, мен үшін ерекше. Ал енді айтыста кімнен оңбай ұтылдыңыз? Сондай сәттер болды ма? Болады. Қай айтыс? Оны тап қалай айтып болдың, қай жерден оңбай ұтылдым деп айтуға болады. Мен Ринат Зайытовпен айтысқанда болмай қалдым. 2007-те Жезқазғанда. 2007-те Жезқазған шаһарында болған айтыста. Ол кезде Ринаттың енді әлі де жылы жарқырап тұр ғой. Ау жанымды Ринат ақын жайнатасың, қанымды ортекедей қайнатасың. Өткенде ұшақпенен ұшып келіп, салақ жетпей қалып ек айғатасың. Жолын кесіп өтсем де айып етпе, мен де бүгін бұған бір белеспін ғой. Адамның жібек жолын ашып жіберердей, Жүрсін аға мен әулие емеспін ғой, ай. Негізі кейін ютубқа қарап тұрсам, аса қатты жеңіліп, ойсырай жеңілмеппін, бірақ өзіме сол айтысты көргім келмейді. Бірақ сол менің айтысымды көрем деген адам звондайды, Ринатпенен айтысқан айтысыңды көрдім деп. Сол айтыс әлі жүрегімде қалып қойды, неге екенін білмеймін. Көп өнерде, өлеңде жеңілістер көп қой. Ұлы жеңілістердің алдында ұлы жеңілістері болады. Көптеген жеңілістер болады, көптен жеңілесің, жеңілгенде ұлылықты мойындаудың өзі ұлылық дейді Ринат
Зайтып үлкен ақын ғой, бірақ енді соны кейін қарасам ойсыра жеңілмеппін, бірақ енді сол бір айтыс жүрегімде қалып қойыпты. Айтыста жүргелі бері қанша көлік ұтып алдыңыз? Мен 3 көлік мініппін айтыста жүргеннен бері. Таза көліктің өзін. Бұлай көліктің ақшасын бәрін алып жүрміз ғой, бірақ енді сол 3 көлікті. Қазір өзіңізде қанша көлік бар? 2 көлік бар. Екеуін де айтыстан алғам. Біреу жүретін көлік, біреу жүрмейтін көлік. Жақсы, енді той мәселесіне келетін болсақ, сіздің ойыңызша қазіргі таңда қазақтың тойында қандай проблема бар, қандай мәселе бар? Қазақтың тойында айтатын мәселе көп қой. Мен сізге айтайын, тәжік ұлтында сағат 6-дан кешігіп той басталса айыппұл төлейді екен. Содан кейін тәжік ұлтында салттан ауытқу болса, салттан ауытқып кетсеңіз, айыппұл төлейді екенсіз. Бұл деген бір үлкен нәрсе біздің енді тойда, біздің қазақтың тойында. Біріншіден сұрап көп. Оны жасырмауымыз керек. Шамамыз келе ма, келмей ма, ертеңгі күн не болады, ертең бала шағамыз не болады, жоқ. Сол күні атыңды сат, тоныңды сат, жатарыңда тойып жат дейді. Сол сұрапты көп жасаймыз. Екіншіден өзіміздің дәстүр салттан ауытқып кетіп бара жатырмыз. Оны айту керек енді, шындық болса да көп жігіттерге ұнамауы мүмкін, бірақ сол мен қазақпын деп жүрген азаматтардың бәрі осы жағына бір үлес қосса, бір тамшы үлес қосса, иншаллах түзеліп кетер. Енді арқа өнерпаздары өзіңізге қарап бой түзейді. Жас асабаларға беретін кеңесіңіз? Жас асабаға беретін кеңесіміз көп қой. Енді айта береміз, ылғи айтып келе жатырмыз. Сүйкімді айта, өз сүйкімсіз де болып кеттік. Енді көп жас асабалар официант болып жүреді де бірден белді буып тойға кіріп кетеді. Ол енді батырлық шығар. Бірақ енді шында да поэзия оқып келмей, жыраулардың жырын оқып келмей, кітап оқып келмей кіріп кету деген нәрсе, ол енді өте қорқынышты нәрсе. Біріншіден өзіңізге қауіпті, екіншіден ұлтқа қауіпті. Бір тойда бір бидің аталы сөзін айтсаңыз, бір тойда бір ақынның аталы өлеңін оқысаңыз, бір тойда бір дәстүрлі аманат болып кеткен әнді жеткізсеңіз, бір тойда аманат болған күйді жеткізіп жатсаңыз, сіздің тойыңызға келген жас баланың жүрегінде, көкейінде қалады сол. Сіздің қосып жатқан үлесіңіз сол. Бір керісінше біз басқа бір шаруаларды көрсетіп жатамыз да, сенің соңыңа еріп келген немерең, сенің соңынан еріп келген балаларың соны көріп жатады, ертеңгі менің дәстүрім осы екен, менің салтым осы екен деп әбден ойланады, адасып кетуі де мүмкін. Сондықтан жас асабалар неғұрлым дәстүрге қарай, неғұрлым сосан көп оқыса екен дейміз енді. Жырды оқыса екен, өлең оқыса екен, әйтеуір тіл байлығын күшейтсе, көркем сөйлесе, аталы сөз сөйлесе. Біз Алматыға барып келдік, Серік Қалиев деген ақын ағамыздың анасы қайтыс болып. Сонда біраз ақындар жиналдық қой, сонда Қытайдан келген бауырымыз, Жарқын деген бауырымыздың той басқарған, ас басқарғанын көрдік та, таң қалып қайттық. Қазақтың тілі мұндай шешен, қазақтың тілі мұндай көркем бола ма деп қатты риза болып қайттық. Міне, осындай дәстүрден айырылып қалмауымыз керек та, осындай дәстүрді сақтауымыз керек. Бұл біздің тіл деген, сөз деген қазақтың жаны, қазақтың жүрегі. Сондықтан жас асабаларға айтатын кеңесім көп. Әлі де айтатын сол. Сіздің ойыңызша, жалпы қазір енді жас асабалар көп ойын ойнатады. Негізі қазақтың тойына ойын керек пе? Ойын керек, талап сондай ғой, ойын керек, ойынсыз болмайды. Енді біз Бекарыс Шойбеков айтпақшы, базардан қайтып келе жатқан адамдарымыз ғой, тойдың базардан қайтып келе жатқан біздің қатарымыздағылар ойын керек жоқ деп айтуы мүмкін. Бірақ асыра сілтеу, ешкімнің көңіліне тимейтін, ешкімнің қабырағына батпайтын, ешкімнің намысына тимейтін ойындар болса, оның зияны жоқ. Ел тойға келген ел шаршамау керек. Неше түрлі ойындар бар ғой, ешкімге зияны тимейтін, ешкімге намыс тимейтін. Біреудің әкесін алып шығып, қорлап, біреудің шешесін алып шығып, әжесін алып шығып, қорлап жатсаңыз, оның кем-кетіксіздігін тиіп жатсаңыз, бірінші өзіңіздің ақымақтығыңыз, кемдігіңіз, екіншіден оның ішінде ол тойда оның баласы отыруы мүмкін, ол тойда оның немересі отыруы мүмкін, ол намыстанады. Сондықтан ешкімнің намысына тимей, өгізді өлтірмей, арбаны сындырмай алып шығатын әдемі ойындар бар. Ойын тоқтату керек деген әңгіме жоқ. Қайта жандандыру керек. Сіз енді жас кезіңізде тойда өзіңіз ойын ойнаттыңыз ба? Ойнаттым ғой. Қазір ойнатпайсыз ғой? Қазір енді жаным қысылса ойнатам. Қазір енді көп бауырларыма сеніп алғам ғой. Мен звондай саламын. Көп Сұлтан деген бауырым, Диас бауырым бар, тағы бір Айтуған бар.
кейде Мырзабек досым келеді, ыңғайлы, олар ойын ойнатуға ыңғайлы, жандырып жібереді. Себебі мен өзімнің кемістігімді білемін да, мұнда көп тамадалар өзінің кемістігін білмей қалады. Өзім артықпын деп ойлайды. Мен тойдың иелеріне бірден айтам, менен гөрі солардың ойнатқаны жақсы. Өйткені артық ақша сізге артық болмайды ғой. Бірақ әр нәрсенің өзінің маманы болу керек. Шымшық сойса да қасапшы сойсын дейді, қазақ айтады. Сондықтан әр нәрсенің өзінің ыңғайы келетіндері болады. Сондықтан сол бауырларымыз келіп ойнатып кетіп кетеді әсіресе. Бірақ енді біз кезінде жас кезімізде ойнаттық, ойынды ойнаттық. Ол кезде Қандай ойын ойнаттыңыз? ол әрбір ұлттың биі болатын еді ғой. Сол ойыннан басқа ойын жоқ. Классика ойын. Классикалық ойын. Ол кезде Қойлыбай ағаларымыз бізге пакетті бере салатын, ал ойнатыңдар деп. Дүние кезек, қазір біз кейінгі бауырларымызға, бірақ Аллаға шүкір, бір сөзімді жерге төсеп көрген бауырлар жоқ, бәрі шауып келеді, қолдары бос-боса. Ойын ойнатқан жоқпын деп айтайын, ойнаттық. Ойыннан бастағанбыз. Енді бала кезінде бәрі арманшыл болады ғой. Сіздің бала кезіңізде қандай арманыңыз болды? Бала кездегі арман көп қой енді. Бала кездегі арманды айта берсең, Ең үлкен арман. ең үлкен арман. Сізді алға жетелеген әр уақытта. Мен бала кезімдегі ең үлкен арманым әнші болсам ба деген. Бала кезімде біздің ауылда, Қарымыс деген ауылда радио қосатын жер бар. Соның ішінде апаммен барам, апам сонда істейді. Сол жерде Жәнібек Кәрменов пен Қайрат Байбосовтың суреті бар. Телқоңыр деген әлі бар сол сурет. Өйткені біз көзімізді ашқаннан Жәнібек Кәрменовті, Қайрат Байбосовты тыңдағанбыз. Анам марқұм істігі отырған уақытта Жәнібекті қойып қояды да, қоса қосылып отырады да, пақ шіркін десе, пақ шіркін деп. Соған бізді әбден сүйегімізге сіңіріп тастаған ғой. Сол Жәнібек сиқатты, сосын кейін Бекболат сиқатты, әнші болсам ба деп әу баста ән айтқам. Сосын мен Қарағандыға келгеннен кейін Дәуренбек Әркенов, Ержан Базарбеков, Сержан деген әншілерді көргеннен кейін әнші деген осындай болады екен ғой деп қоя қойдым. Бала кездегі арманым сол еді. Осыдан 20 жыл бұрын Тілеген Әділов қандай еді? Осыдан 20 жыл бұрын Тілеген Әділов деген аттың үстінде жүрген ашаңдау жігіт еді. Тұйық. Ол кезде той басқарасыз ғой? Ол кезде той басқарам. Бірақ дәл бұндай аңқылдаған, дәл бұндай жарқылдаған емес едім. Тұйықтаумын. Ауылдасыз. Ауылдасың. Қоңыр тірлік, қоңырқай өмір, қоңырқай көңіл. Сондай болатын. Мен өз жалпы өнерге, өлеңге кеш келген адаммын. 98 жылдан бастадым айтысты. Менің қатарымдағы ақындар Мұхамеджан Тазабек, Бекарыс Шойбектер Қазақстанға танымал болып айтыстың сахнасын төңкеріп жүргендер ғой. Маған өлеңді, өнерде кеш келді. Менің мектептегі ұстаздарым айтады, сенің осындай ақын болғаның, аса болғаның таңғаламыз, сен үндемейтін едің ғой. Бірақ сол мұғалімдер айтады, тығылып әдеби кітапты көп оқитынсың дейді. Осыдан 20 жыл бұрын Тілеген мүлде басқа Тілеген еді. Таза, пәктеу едім. Серік Сағынтайдың тілімен айтқан уақытта. Жақсы, енді айтысқа оралайық. Қазіргі уақытта билік айтысты қанаттың астына алып ұйымдастыруға көп қолдау көрсетеді. Ал енді ұйымдастырушылар тарапынан айтыста мына дүниені айтуға болады, мына дүниені айтуға болмайды деген ескертулер жасалып тұра ма? Міндетті түрде жасалады. Ескертулер қатты болады. Жоғары жақтан да айтылады. Нақтырақ тереңінен айтсаңыз. Тура айтсақ, шынында да замандағы, қоғамдағы кем-кетікті, жоғары жақтағы шенеуніктерге тиіп кететін дүниені айтпаңдар, айтысқа зияны келіп жатады деп Жүрсін Ерманов ағамыз айтады. Өйткені Жүрсін Ерманов ағамыз өмірін айтысқа арнаған адам ғой. Осы кірпігін зорға қағып жатқан айтыстың аузына су тамызып тірілтіп алған, маңдай терін төкті, қаншама жүйкесін жұқартты, қаншама байлардың, қаншама шенеуніктердің есігін қақты. Енді осы айтысты дүниеге жарқыратып, қазақтың бір дүниесін тірілтіп әкелгендегі қорқынышы айтысты жауып тастап кедергі болып өлтіріп аламын деген дәстүрге, салтқа айтысты өлтіріп аламын деген қорқыныш қой. Жүрсін ағамыздың өзі де айтады. Содан кейін жоғары жақтан да айтпаңдар, әңгіме бұл айтылмасын. Жалпы аудандық айтыстың өзіне барған уақытта да аудандар айтысты ұйымдастырушылар осыны айтпай қойса деп айтады дейді. Бірақ сахнаға шыққан сен ұмытып кетесің. Оны халыққа керек сол. Өйткені жасанды дүние айту болуы мүмкін. Наринаттың өзін ұстай алмай кететінсің ғой. Өйткені халық көріп отыр, халықтың жалғыз осы айтыс екен деген жеріне. Сондай айтыстарды, сондай сөздер айтылған кезде кесіп тастайтыны рас қой демек. Міндетті түрде. Жүрсіннің жүйріктерінде менің айтысымды көрем деп, бәрі ағайын туған туысымыз жиналған уақытта не басы жоқ, не аяғы жоқ. Мұхтар Ниязовтың өзі орта кезінен бастап кетті да айтысты. Айтысты қиғанда да қию керек қой, бірақ енді әдемілеп қиса, бұрын Жүрсін Ерманов ағамыз қадағалап отырушы еді, қазір басқаша болған ғой. Не басы жоқ, не аяғы жоқ. Айтысты ішінен көру қызық. Немесе ютубтан
тікелей эфирден көрген әдемі ғой. Енді қай ақын болмасын, әр ақын міндеті осы халықтың мұңын биіктілерге жеткізу. Сіз өз миссияңызды орындадым деп ойлайсыз ба? Жоқ, орындаған жоқ, әлі біткен жоқ қой, орындалған жоқ қой. Бәрін айтып тастадым, бәрін жеткізіп тастадым деген болмайды. Өйткені кемшіліктер де жаңарып отырады, кемшіліктер жаңадан шығып отырады. Кеудеңнен шыбының ұшқанша, ақындық сахнадан шыққанша, бойыңнан өлең кеткенше айта бересің, айту міндетің. Мен жеткіздім, болдым, толдым, елдің бәрін айтып тастадым деген болмайтын шығар. Кез келген ақынның ұстанымы сол. Ең үлкен ойыңыз жеткізген, халықтың ойын билікке жеткізген қандай ой болды? Қандай мұңы болды? Қандай мұңы дейсің ба? Енді айтыс сайын бір проблема айтасың ғой, проблема айтпасаң болмайды. Өйткені халыққа өтуің керек, халыққа сүйкімді болуың керек. Жансая Мусинамен айтысқанда біраз шаруаларды айттым. Оны айта берсең көп екен, дәл қазір есімде жоқ екен. Айтысқа енді дайындалуға сіз мысалы шамалы қанша уақыт кетеді айтысқа дайындалуға? Мен енді айтысқа ерте дайындалатын адаммын. Себебі мен Дидар Қамиев, Мақсат Ақановтарға қарап таң қалам. Дидар Қамиевтің, Мақсат Ақановтың дарындылығына сөз жоқ. Дауысы дарындар. Айтысқа бір күн қалғанда, екі күн қалғанда дайындалады. Тіпті сол күн түнде. Жаттау қабілеті. Мен айтыс болады дегеннен бастап ұйқы жоқ. Болады дегеннен бастап түннің бір уағында оянасың, таңертең оянға есіңе түсіп кетеді, қайдан келісім бердім дейсің. Жалпы мен ертерек дайындалам. Себебі менің бір сахнадағы минусым халыққа жеткізу қабілетім аз да. Орындаушылығым, әншілігім жоқ, орындаушылық шеберлігім жоқ. Бұл Мақсат Ақановтардың, Дидарлардың орындаушылық, әншілік шебері басымда бір шаруалары бітіп тұрады да. Сондықтан мен мақаммен көп алсам. Соның өзінде жеткізе алмай жатып жатырмын. Жалпы енді неше ай бұрын айтады, айтыс болады деп? Әрқалай енді 15 күн бұрын, 1 ай бұрын, 3 ай бұрын, 4 ай бұрын айтылады. Осындай айтыс болады. Күндер жылжуы мүмкін, бірақ енді ерте айтады ғой, жоқ дегенде 1 ай болады. Енді қазір соңғы кезде көрермендер айтады, айтыста көп ақындар қазір жаттан дүние айтады дейді. Қаншалықты рас сол? Бекарыс Шойбековтың бір сөзі бар. Айтыс тұрмақ, ұрысуға бара жатқанның өзіне дайындалып барасың дейді. Біреудің кем кетігін, біреуді ұрлаған нәрсесін ұрысуға барған дайындаласың ғой. Оған қарағанда бұл сахнада үлкен дайындық талап етеді. Жүрсін Ерманов ағамыз айтты, Біржан Салон, Көкшетаудан Алматыға саран іздеп барғанда дайындалмай барды дейсің ба? Дайындалып барды. Кез келген тойдың өзіне дайындалып барасың. Ол тұрма, айтыс тұрма. Айтыс деген үлкен дүние. О жағын амандасу жасайсың, қарсыласқа дайындық жасайсың, ол елдегі жетістікті айтасың, ол елдегі кемістікті айтасың. Сахнаға шыға салып суырып салдым деп суырып салып айттым, бәрін суырып салдым деген нәрсеге білмеймін. Басқа ақындар айтатын шығар, бірақ мен өзім келіспеймін. Мүмкін де емес та. Дайындықсыз бару деген нәрсе. Жай бір тойдағы айтыстар болмаса, тойдағы айтыстың өзіне дайындалып барасың. Тойдың иесінің кім екенін, оның неше баласы бар екеніне, соның бәрі дайындық, соның бәрін іштен өлең қылып пісіріп барасың. Жайпы арнау айтудың өзіне барғанда дайындалып барасың. Оған айтыс деген қаншама халық, бүкіл қазақ көріп отыр телеарналардан. Сондықтан міндетті түрде дайындықпен, 80-90% дайындықпен мен барам. Ақынның бәрі сондай. Дұрыс, енді бос уақытыңызда сіз аңшылықпен айналысасыз, аңға шығасыз, ең үлкен олжаңыз қандай болды? Оны енді жалпы Қармыс деген ауыл деп жатырмыз ғой. Қармыс деген жұдырықтай ауыл, сол ауылдың кез келген босағасында 3-4 жүйрік тазы кермесінде жүйрік ат байлаулы тұрады. Біздің ауылдың дәстүрі сондай болған. Сондықтан біз көзімізді ашқаннан аңшылармен, біздің көршілердің бәрі аңшылар болды. Біздің ауылдағы немістердің өзі таз жүгіртетін көршіміз. Ең жүйрік тазы соларда болатын. Солардан қалған, сол ортадан қалған келген дүние ғой. Жалпы менің әкем өзі тазы жүгірткен, ит жүгірткен адам. Сондықтан енді ең үлкен олжаны айтуға болмайтын шығар. Бұйыртқан алып жатырмыз. Неше бүркітіңіз бар? Қазір менде құс жоқ. Менде Шораяқ деген бүркіт болған. Марқаш деген досым жарықтас, Құсбегі досым берген. Қазір енді Алла қаласа, бір үлкен құрылыстар жүріп жатыр үйдің маңында. Сол құрылыс біткеннен кейін Алла нәсіп етсе, құстыра, тазымды, аттарымды бәрін алып білем. Жақсы. Енді келесі сұрақ, осы көптің көкейінде жүрген сұрақ. Тілеген Адиловтың 1 айлық табысы қанша? Сезон кезіндегі ме, былай ма? Енді сезон кезіңізде айтыңыз. Желтоқсан, қаңтар айында қанша табасыз айтыңыз? Енді Алланың бұйырғаны болады, бұйыртқанында тауып жатырмыз.
700-800 мың, миллион болады, кейде 2 миллион болады әрқалай. Кейде ештеме болмайды. Бір күн көл, бір күн шөл. Жалпы енді тойдың тамыз айында, қыркүйек айында, қазан айларында табысымыз жақсы, альхамдулилла. Бала шағама жетеді. Үйде болмайсыз ол күні. Үйде жиі болмаймын. Енді әрі шабасың, бері шабасың, қойға шабасың, қырға шабасың. Мақсат Ақанов деген жиенімнің айтатыны ғой. Той басқарып, одан қалса бұғылы тағылады аң қуасың. Содан кейін кішкентайлы болдым деп жиеніңді таң қыласың. Қай жерде үлгересің сен қан қыласың дейді. Сондықтан жас Мақсат айтқандай, бұл енді бала шағаны асырау керек. Сосын құрметтеп шақырады, Алматыға шақырады, сонау Атырау жағына шақырады. Шақырған жерде қалмау керек, барасың. Көбіне үйде болмаймын. Табысым енді Аллаға шүкір. Балаларымның рызығы ғой. Кішкентайларыңыз ренжімейді ғой енді. Әкеміз қасымызда көп болмайды деп. Кейде менің 2 қызым бар, мен тойдан келгенде түнде терезенің алдында мені тосып отырады. Жалпы қыз бала деген үйдегі шуақ екен, қыз бала деген үйдің жылуы екен, қыз бала деген әкеге жақын болады екен. Сол мен тойдан келгенде ерекше қуанатын сол 2 қыз балам. 2-3 күн тойда болмай анда-мында жүрем, олар ұйықтап жатқанда келем, олар ұйықтап жатқанда кетіп қалам. Сосын дүйсенбі күні таңертең мені қолмен ұстап, қыздарым аң-таң болады, әке деп аң-таң болады. Жақсы. Енді келесі сұрақ, сіз қажылыққа барып келдіңіз. Бір емес 2 мәрте барыңыз, иә? Қандай сезімде болдыңыз? Қажылықтың сезімі, қажылық деген Алланың берген сыйы, Алланың өзінің құлдарын өзіне қонаққа шақырғаны. Енді ол қажылықтағы қағбаны көрген әсерді сөзбен жеткізу мүмкін емес. Қай жылы бардыңыз алғаш рет? 2007 жылы үлкен қажылыққа бардым. 2012 жылы умра қажылыққа бардым. Осында діни басқармада үлкен жарыс өтіп, содан жолдама ұтып алып барып келдім. Қажылық деген Алланың сыйы, менің ата бабамның, менің ата әжелерімнің арманы еді, солардың келіп кеткен дұғасы еді. Сол Алланың қалауымен Алланың алдына қонақ боп, қасиетті қағбаны қаратасын сүйіп, қағбаны айналып, Сафа мен Мәрваны арасында зыр жүгіріп, елдің амандығын тілеп, отбасының амандығын тілеп. Сол үлкен қажылықтан қайтып бара жатқанда дұға болған, мені қайтадан келуге Алла нәсіп ет деп қимай көзге жас алып, Алла Тағала сол дұғамды қабыл етіп 2 мәрте барып келдім. Тағы баратын енді ойыңыз бар ғой. Алла нәсіп етсе, оған бір барған адам бара береді енді. Мен сол арманым сол қажылыққа бару болып жүр ғой. Сіз жалғыз бардыңыз? Жалғыз бардым. Достарыммен бардым. Айтбай Жұмағұлов, Сержан Мұсайын, Мирас Құттыбай, Бақтияр деген досымыз бар. Енді ол кезде біздің бір үлкен бизнесте жүрген ағамыз бар, сол Алла разылығын жіберді. Оның кісінің атын айтып кер жоқ шығар. Рия өзі айтпаңдаршы деп айтып еді. Жылына 40 адам жібереді екен ол кісі қажылыққа. Сол 2007 жылы сол Алланың қалауымен сол кісінің себепкері болып үлкен дүниеге барып келдік. Жақсы. Енді келесі сұрағымыз, тойда жүргеніңізге қанша жыл болды биыл? Мен 93-тен бастаған екем. Басқаруды? Иә, ауылға тамада келмей қалып. Палаткадағы той? Палаткадағы клубтың ішінде, мәдениет үйінің ішінде тамада келмей қалып, менің осы өлеңге епте бірдеңе шатпақтататынымды біліп, тойдың естілеген тізгінді өзің ал деп, тізгінді өзім алдым. Жаттаған бір-ақ өлеңім бар екен. Бір өлеңімді оқып шыққан ел шу ете қалды. Айтатын түгім жоқ, екінші рет тағы жаңағы өлеңді тағы оқыдым. Жартылай ел қол соқты. Үшінші рет тағы оқыдым жаңағы өлеңді. Бір 20-30 адам қол соқты. Төртінші рет түгім жоқ, тағы оқып ем, ешкім қол соқпады. Содан мен ауылдағы асаба болып кеттім. Тамаданның келмей қалған пайдасы дейді маған. Енді санап отырсам 26 жыл болыпты. Алла қаласа қанша жыл тағы той басқарасыз? Енді ол халықтың шақыруына байланысты ғой. Иә. Жалпы енді адам уақыт өткен сайын самарқау, сүлесоқ, салқындау қарайсың ғой. Енді уақыт келеді ғой. Иә. Менің қатарымдағылардың біраз тоқтады енді. Дей тұрғанмен де мен енді тоқтатам деген жоқ. Халық шақырып тұрса, халық қаласа қанда түйесін сояды дейді. Неге бармасқа? Бірақ енді жылдан жылға тойыңыз азайып бара жатыр ма, әлде көбейіп бара жатыр ма? Сол қалпы. Той азайып келуі мүмкін, бірақ енді маңдайыңа жазып қойған рызықты Алла ешкім тартып ала алмайды. Алла Тағала сіздің маңдайыңа берген рызықты, сізді біреудің маңдайына берген рызықты ешкім тартып ала алмайды. Бір той, бір сенбі бос болып қалсаң, келесі сенбіден 2 есе той келеді. Алла Тағала сол ана келетін рызығыңды сол тойыңа қосып бере салады да.
той азайғанмен альхамдулилля ырзық азайған жоқ, Аллаға шүкір. Жақсы, енді 93-тегі тойға қарағанда және 2019 тойы айырмашылығы қандай? Ой, абзалжан. Жер мен көктей екеніміз біліп тұрмыз ғой. Енді өзіңізге қай той ұнайды? 93 па әлде 2019 ба? 2019 ғой. Ол кезде аппарат болса болды, болмаса аппаратсыз басқарасың. Қазіргіндей саңқылдап тұрған аппарат жоқ. Қазіргіндей бейші жоқ, тойды бастап беретін. Қазіргі асабалардікі жеңіл, өтте жеңіл той басқару. Жаңағы елдің, мен енді көптің тойға келіп жүрген сол ғой. Өйткені тойды біреу бастап береді, би билеп береді, бетті біреу ашып береді, тағы несі бар, ойынды біреу ойнатып береді, өзін білгізіп қояйын. Ол кезде өзің басқарасың, өзің бет ашасың, өзің ойнатасың. Әнші жоқ, сол тойда айтатын бір-екі әнші, бір-екі әже, бір-екі ата ән айтып болса, соның той біткенше соның маңайында жүресің. Содан кейін ертеңгі күнгі дөңгелек үстелді басқаруға қаласың. Бұндағындай көлік жоқ, бұндағындай телефон жоқ. Сосын ол кездегі адамдар уәдеге берік еді. Ол кездегі асабалар да уәдеге беріктін. Айтса орындайды. Себебі осыдан енді бір ай бұрын келеді, ол саған звондай бермейді. Себебі мынау ауылда балам осындай күн осындай деп келіседі, қол алсасың, ол саған жұма күні машине жібереді. Содан о кісінің де жүйкесінің нервінің мықтылығына таң қаласың, келмей қалама деген ондай әңгіме жоқ. Барасың, қайтуға көлік болмай қалады, білесің өзің тойда не болатын, дөңгелек үстелді басқарасың. Дүйсенбі, кейде бейсенбіде қайтқан күндерімізде болды ғой. Жақсы, бірақ енді кейде ондай тойларды сағынатын шығарсыз. Әрине сағынасың. Енді менің бір досым айтады, атын айтпай қойын, тілеген енді сен жақсы асабасың ғой, бірақ сенің бір минусың бар, ауылдағы тойларға көп барасың дейді. Мені тілеген қылған ауыл, ұлттың, қазақтың тамыры ауылда жатыр. Сені ақын деген көзқараспен ақын деп құрметтеп шақырады, асаба деп құрметтеп шақырады. Қаладағы той, ол бір рамканың ішінде өтетін той ғой. Барасың, бірізбен барасың, той басқарып беріп қайтасың. Әйтеуір бір шектеу болады, иә? Шектеу міндет түрде. Бірдеңеден асып кетпеуің керек. Ал енді сен ауылға барсаң, сені бір күн бұрын құрметтеп, күтіп, қол аяғыңды жерге тигізбей, ақын келді, асаба келді деп, тіпті ана тойдың арасында ішетін тамағының өзі мүшемен тартылады ғой. Онда біздің қалада жоқтың қасы, тіпті жоқ деп болады. Қалада өзің әрекет жасамасаң ашып қалуың мүмкін. Ашта қаласың, тіпті тамақ та бермейді саған, өзің барып біреудің қалған етін жеп алмасаң. Жылаған етті жылтып біреуден қалған ет жеп алмасаң. Ауылдағы сол дархандық сағынасың. Ауылдағы сол кеңдікті сағынасың. Ауылға барған ішінде арқа-жарқа боласың ғой. Мен әлі сол маған осы қалаға барасың ба, ауылға барасың ба деп тойға десе, бірінші ауылға жүгірем. Себебі менің тыңдарманым, менің ортам, мені танитын, менің әзілдерім өтетін жер сол ауыл. Енді шынында да қазір балалық шақтың біздің ауылда, біздің жастық шақтағыларды мен әзіл қылып айтам ғой. Ылғи жиі айтам сол әзілді. Балалық кезімізде қандай болған. Қалада өскен балаларға ол күлкілі емес. Түсінбейді. Таң қалады, мынау тамада қуып тұрма деп. Сол әзілді ауылға барып айтсаңыз, керемет өтеді. Қырылып жойылады. Иә, рас, ауылда еркін жүресіз демек. Ауыл еркін, аңғал, саңғал, кеңдік. Шапанды жамылып, қонақ болып. Шапалақ сұрамайсыз, өздері соғады. Өздері соғады, өздері шығарып салады. Ауыл тамыр, ұлттың тамыры ауылда жатыр ғой, кеңдік, дархандық ауылда жатыр ғой. Мен ауылға жиі барып тұрамын. Енді талай елді көрдіңіз, талай жерді көрдіңіз, тоймен болсын, айтыспен болсын. Қай өңірдің дәстүрі, салты ерекше таңғалдырды сізді? Қай ел дейсіз бе, дәстүрімен, салтымен? Әр жердің өзінің салты, ал жердің өзінің салты бар ғой, ал жердің өзінің салты басқа, иттері қарағасқа дейтін. Менің өзім сыртқа шығып жүрген таң қалатын, білмейтін салттар бар екен, мысалға. Атырау жағына барасың, Алматы жағына барасың. Таң қаласың, сыртқа шыққанның бәріне таң қаласың. Әр жердің өзінің салты, тіпті ет әкелсін, табақ тартысының өзі бөлек болады. Қабылдау ортасы да бөлек болады, салт. Бірақ енді сол айналып келгенде өз жерімді мен басқа жерде кемсіткенім емес, Қарағандының басы озық тұрады мен үшін. Жақсы. Ал енді қараңыз, бүкіл жерде, елімізде бет ашқан кезде табақ қойып көрімдігін салады. Тек осы Арқаның жерінде, Қарағанды маңайында табақ қоймайды бет ашарға. Сол дұрыс па әлде бұрыс па? Қазақтың салты ғой.
Қазақтың салты, бет ашарған нәрсе, дүние деген оңай нәрсе емес. Қу жаны қалады ғой, ақынның болсын, әншінің болсын. Қазақтың әдемі салты, баяғыда шапанын кигізіп, атын мінгізіп жататын. Бұл салтты өлтірмеу керек. Жүре берсін ешкім. Бірақ Қарағандыда табақ қойылмайды. Қарағандыда жоқ. Біз жезқазғанға тойға барғанда сұрап аламыз, арғынның тойы ма, найманның тойы ма деп. Наймандардың тойына барсаң пайдалы, арғындардың тойына барсаң шапан киіп қайтасың. Неге қойылмайды деп ойлайсыз? Бізде болмаған нәрсе ғой. Мысалға бізде Баянауыл жағының кісілер болса қояды, оңтүстіктің кісілер, Шымкенттің кісілер, Қаратаудың кісілер болса салтты қояды. Бізде неге екен? Бізде жоқ қой. Бізде сіз өзіңіз той иелеріне айтпайсыз ба, мысалы? Жоқ, айтпаймын. Дәметкендей боласыз. Дәметкендей боласың. Біздің арқада дәстүр болатын, бет ашқанда шапан болатын. Оның өзі кейін қалып бара жатыр ғой. Бет ашқан адамға жеке шапан тіктіретін, біз солай болатын бізде. Оның өзі жайлап, дүниенің бәрі жайлап қысқарып бара жатыр ғой. Жақсы, енді келесі дәстүрлі сұрағымыз, әрбір қонағымызға қойылатын. Рухани жаңғыру, қалай түсінесіз? Рухани жаңғыру деген. Біздің енді рухани жаңғыру дегеніміз, әр қазақ өзі рухани жаңғыру керек, дәстүрді салтты білу керек, ұлттық код деген болу керек деп жатырмыз ғой. Жоқ, енді ол қазір айтылып жатыр көп жерде, бірақ енді бұл жасанды түрде ма, әлде расымен де жасалып жатқан дүние ма? Қалай ойлайсыз өзіңіз? Көбісі жасанды түрде. Өкінішке орай. Ешкімнің көңіліне көлеңке түспейтін шығар бұл сөзім менің. Сол ұран қылып алдық та, рухани жаңғыру деп төбесіне бір күті салып алып көрінген жерге. Рухани жаңғыру деген нәрсе бөлек дүние ғой. Бірақ көп адамдарға жақсы болды сол. Тиын тебен жасауға, итпеуге, битуге, елбасының сөзін ұран қылып, елбасы сол ұлтты сақтаймын деп шырылдап жүр ғой. Бірақ көбіне жасанды жасап жүріп жатырмыз енді. Жақсы. Сізді не намыстандырады? Мені басқа ұлттың шағында кетіп бара жатқан қыздарды көргенде намыстанам. Қазақтың өз баласы орысша сөйлеп тұрған намыстанам. Өткенде ВОК мейрамханасында той басқарып жатсам, бір қазақтың баласы орысша сөйлейді маған. Қазақша сөйле. Қазақша білмейсің ба? Қазақша білем, бірақ сөйлегім келмейді дейді. Сенде ұлттық намыс бар ма? Әкең шешең сені солай үйретті ма? Тілден айырылу, ұлттан айырылу. Жаңағы бала бір 5-10 минуттан қазақша сөйлеп тұрды. Мен осы намысымды оятады. Осы менің қанымды қайнатады. Әр қазақтың жігітінде болу керек деген 3 қасиет. Тілін сүю керек, ұлтын сүю керек, қазақты сүю керек, дәстүрді сүю керек. Жақсы. Енді жас кезіңізде, той басқарған кезде, той иелері ренжіген кездер болды ма өзіңізге? Болды ғой. Не үшін? Есіңізде қалды ма? Тойды дұрыс басқармадың деп ренжиді. Кейбір тойларда тойдың арт жағын білмей қалдық баяғы кездерде. Көп болды ғой. Бұдан өтпей асаба болмайды, Абзал. Әрине, бәрі уақытпен келеді. Бәрі уақытпен келеді. Мен келе сап тойды жардым деген нәрсе болмайды. Келесің, оған соғыласың. Той басқарудың өзінің кухнясы бар, оны меңгеру керек. Бұрылыстары болады, абайлап тұратын жерлері болады. Біз оны білмедік қой. Аңқылдап келіп, кірдік те кеттік. Өкпелеулер көп болды ғой. Жақсы, енді жас асабаларға өзіңіз айтыңызшы, жалпы толығымен енді бір 90%-ға тойға төселу үшін қанша уақыт керек шамамен? Тамадалық шеберлік деген той басқарумен келеді. Ол үйдегі дайындап келген нәрсені дайындап келу керек, бірақ ана үйдегі жаттап келген, дайындап келген нәрсені елдің алдына сөйлеп қалғанда кетіп қалады да. Айтыста да солай. Айтыста бір ай бұрын дайындап, жаттап жүрген сағат оқпаған кейді алла аузыңа салмайын десе салмайды. Безіп кетеді. Жаңағыдай тойда өзіміз енді бәлемі 26 жылдан өзіміз де сондай болады да. Кейде күнде айтып жүрген сөзіңді айта алмайсың, реті кетіп қалады, қиюы кетеді. Оған қарағанда сен дайындап алып келсің, үйде іште бір қорқыныш болады. Мен алғаш тойға басқарғанда ұйықтамай қалғам, 2 күн ұйықтай алмай қалғам. Тойға барасың деген уақытта ұйқы жоқ, уайымдайсың. Сондықтан асабалық шеберлік деген уақытпен келетін нәрсе. Бір тойға барып біреуден сөз естисің, өзіңді түзетесің. Бір тойға барасың да біреуден ақыл аласың, өзіңді түзетесің. Бір тойдан барасың да бір әдемі мақал естисің, оны өзіңнің ән сөз қорыңа қосасың. Кеше 90 келген бір әжеміздің тойын басқардым. Менің руым тобықты, менің руға бөлініп тұрған жоқ, бірақ ана кісілердің бойындағы сөз, ана кісілердің бойындағы үлкен сөздік қор деген сұмдық. 90-ға келген кісі тобықты екен.
апа мен сіздің тілеген деген бауырыңыз болам, тобықтымын десем айтады, айналайын, тойды дұрыстап басқар дейді 90-дағы кісі. Тобықтының толғағы бір деген сөзді мақалдайды. Сөз, мақал, әдемі сөз, астарлы сөз дегеннің бәрі халықтың өзінде сөз аңду керек. Сол жерден тұрып ұстап алып жіберетін жаңағы приколдарын ұстауың керек. Сол жерден аталы сөз айтылады, ол жерде тарих айтылады. Ол жердегі жаңа тойдың иелерінің әке шешесінің жақсылықтарын айтады. Келесі жолы сен сол тойға келіп қалсаң, сізге ол уже қорда, сөздік қорда. Көп асабалардың айтып, мен қылқылдап жүретім, сол тілек айтып отқан уақытта қасында тұру керек. Содан сен жұмыс істеп тұрсың. Тойдың иесінің қасында тұруың керек та. Әншіңді бәрін реттеп келген соң. Айтарым. Енді көп асабалар өзіңізге еліктейді, сізге ұқсағысы келеді. Болашақта бір Қазақстанда жоқ дүние ғой, асабалық мектеп ашу ойы бар ма? Осының өзі мектеп қой, Абзалжан. Осының өзі мектеп. Мен қазір Қарағандыда маған еліктейтін біраз асабалар, маған еліктеп келіп өзінің жолын тауып кеткен асабалар бар. Өзінің соқпақтарына түсіп кеткен әдемі асабалар. Бірақ сол маған еліктеп қалып қойғандарына кейде қарным ашады. Өйткені мен айтам, мен сөзді бір жерден алып келген жоқпын, түбі бір ғой сөздің. Бірақ ол жерде мен қонақ болып барып қалсам, ол асаба бітті, бөгеліп қалады да. Тіпті етті хабарлауының өзін менікін алып алады да. Сосын кейін мен той басқарған жерде аға қашан қайтасыз деп отырады да. Еліктеу дұрыс, бәріміз еліктегенбіз. Мен Қарадәулет, марқұм Қарадәулетке бәріміз еліктеп той басқарғанбыз. Қойлыбай Асанов ағамыз осы Арқаның той басқару мектебін қалыптастырған, Аманжол ағамыз, Қос Ерлан, Құжманов Ерлан, Төлетай Ерлан, Қарадәулет, Сарыдәулет бәрі сөйтіп мектеп қалыптастырып берген ғой бізге. Бәрін сол Қойлекеңе, Қарадәулетке еліктеп бастадық та. Еліктеудің зияны жоқ, бірақ өзің қалыптасып алғаннан кейін, атқа мініп алғаннан кейін өз жолын басып кетуің керек та, өз жолын тауып кетуің керек та. Ал мектеп ашудан мен енді кез келген асабаны дайындауға дайынмын. Келем десе, кейбір асабалар звондап жатады, аға сіздің бір сөздеріңді айтайын деп. Айналайын, сенің арың бар, ұятың бар екен. Айта ғой. Сұрамай айтатындар болады. Ол енді білмей жатуы мүмкін. Тіпті мен өзі той басқарайын деп тұрған уақытта талай көрдім. Өз сөзімді өзіме қайталап беріп жатқан уақытта аң-таң боласың, шынында да. Қарның ашып қалады, осы сөзді шынында да білмеймін екен деп. Бірақ енді той басқарып жатқан қазіргі керемет қалыптасқан асабалардың өзінің сыртынан бақылап, кішкене кемістіктерін, нелерін айтып отырамын енді. Артық жерлерін айтып отырамын. Былай болса әдемі болатын еді ғой десем, соны қалыптасында рахмет аға деп жатады да. Бұл да бір ұстаздықтың бір белгісі ғой. Мен енді ешқайда арқалап кетпеймін ғой, сол ағалардан, жаңа Қарадәулет марқұм ағаларымыздан алған, Қойлыбай ағаларымыздан алған бүкіл немді, тәжірибемді кейінгі соңынан келе жатқан елдеріме беріп кетуім менің парызым. Енді жалпы арқада үлкен асабалық мектеп қалыптасқан ғой. Сол мектеп қазір бұзылды. Осы мектеп енді қазір осы біздің айтуғандарға келіп тоқтаған шығар, қазір өзгерді. Сырттан келетін асабалардың өзі айтатын, Қарағандыға барып той басқарсаң, бір кітаптың жартысын оқып қайтасың ғой деп. Бізде сондай үлкен мектеп қалыптасқан. Сол мектеп қазір бұзылып кетті деп айтуға болады. Басқаша болды да. Бірақ сол мектепті сақтап қалуымыз керек. Енді өзіңіз жаңа айтып кеттіңіз, 90-шы жылдары нағыз өнерлі жігіттер той басқаратын, е? Енді қазір өзіңіз тойға көп барасыз, қонақ болып. Қазір енді әзіл, жеңіл әзілмен басқаратын шоумен дейміз ғой. Сол шоумендерге көңіліңіз тола ма? Қарным ашып қайтады көбіне қарным ашып қайтады. Енді білмеймін, басқасын ол артық сөйлесем мен олардың бір ырзығына таласып тұрған жоқпын, бірақ барған соң аталы сөз тыңдап, рухани азық алып қайтқаның жақсы. Күлген де дұрыс. Бұралаңдап қашқан түлкі қууға жақсы, бұралық сөз күлуге жақсы дейді. Әзіл жақсы ғой, адамды шаршатпайды. Бірақ барғаннан кейін керемет дәстүрлі ән, барғаннан кейін аталы сөз, керемет өзіңе бір рух беретін, санаңды оятып жүретін мақал алып қайтсаң, мен үшін сол да. Бірақ көп шоумендердің бәрі көшірме ғой, бәрі көшірме да. Не айтайын деп тұрғанын білесің да. Не әзіл айтайын деп тұрғанын бәрін білесің. Ол енді бәрі менің бауырларым ғой, бәрін жақсы көрем. Мен Алланың разылығы үшін бәрін жақсы көрем. Бірақ кейде шын сөйлейтін жерде сырттан қонақ келіп жатады. Көп ағайындар айтып жатады маған, тілеген кейін сөз деген құдіреттен айырылып жатырмыз ғой. Мен той басқарайын деп тұрған өзім мақтап тұрған жоқпын. Бүгін бір сөз тыңдайтын болдық қой деп. Заманның талабы солай ма? Бірақ жігіттер кішкене бұрылу керек бері қарай. Келу керек бұрынғы жолға, бұрынғы дәстүрге, сөзге. Сөзден айырылып қалсақ, біз әр жағымыздан айырылып қаламыз.
Енді рас, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, заман талабы. Қазір енді қара сөзбен басқаратын асабаға қарағанда, сол әзілмен басқаратын асабаларға халықтың сұранысы көп. Немен байланысты деп ойлайсыз? Айтайын ба Абзал? Ол маған бір тойдың иелері жақындағанда звондайды, балаларымыз шоумен алды, тілеген сізге айтайық деп едік дейді. Ренжімейсіз ба дейді. Мен жоқ, ренжімеймін. Өкпелемейсіз ба дейді. Өкпелемеймін. Мен бір ақ нәрсе ғана өкпелеймін. Бұрын бала әкені тыңдаушы еді, қазір әке баланы тыңдайтын болды да. Өкпелейтін нәрсем осы. Тіпті мен енді айтпай қояйын, ауырып қалған кісілерді білем. Инсульт алып қалған кісілерді. Ол кісі менің тойына алғысы келген екен, бірақ балалары бізге шоумен керек деп әкесін ренжіткен. Біріншіден Алланың разылығын алмай қалды. Екіншіден әкесін ауыртып алды. Тойда болған жоқ та. Бұл жерде солай болып тұр. Бұл жерде әке шешпей тұр. Бұл жерде жаңағыдай балалар шешіп тұр. Сосын жаңағы шоудың жеңілдеп келетіні сол да, өйткені әке, шеше баладан аса алмай қалды. Өзімізде бала асырап отырмыз ғой. Сол мені қынжылтады. Соға менің қарным қатты ашады да. Баяғыда әке айтты, болды. Иә, өткен сұхбатымызда айтуған досымыз дұрыс айтқан. Негізі баяғыда дейді, бала әке шешенің қабағына қараған дейді. Қазір керісінше әке шеше баланың қабағына қарап жүр дейді. Ол рас, қазір асабаны әке шешесі емес, жастар таңдайды. Демек ол дұрыс емес. Әрине, келісем. Айтуғаның айтқанына, сенің айтқаныңа да келісем. Содан кейін біз жаңағы әлсіреп кетіп жатқанымыз сол, жұқарып кетіп жатқанымыз сол, жеңілдеп кетіп жатқанымыз сол, жастық шақ жалындаған, оларға жаңағыдай әзіл керек, сөздің керегі жоқ оларға. Оларға сенің аталы сөзің беш дейін. Тас қалада, тас көшеде өскен балалар. Бізден кейінгі дүниелер тіпті қиындау болады. Абзал, саған айтайын. Біз қайта бір кіндігіміз ауылда байланған, бір кіндігіміз дәстүрде қалған, мына қаладан өсіп келе жатқан кейінгі жас балалар қазіргі шоумендерге жылап көрсеміз, бүйте берсек. Бір қорқыныш бар, иә, болашаққа? Қорқыныш бар. Той саласына келгенде. Қай жағынан болсын? Рас, иә. Енді осы күнге дейін ақын деген атыңыз бар. Қанша өлеңіңіз жарық көрді? Мен енді өз өлеңі өте сараң жазатынмын. Ерлан Төлеутаев айтпақшы, аз жазады, аз жазса да саз жазады. Бас аяғы бір 30-40 өлең шығар. Бірақ енді соны мен өте бір жалқау адаммын. Жанарбек Әшімжан деген досым бар. Қазақ әдебиетін басқарған. Өлеңді жібер. Оған жібермедім. Қасым журналын басқарып отырған Серік Сағынтай бауырым, ылғи жинақтарың жібер деп қуалап жүреді. Сарыарқаға, Жезқазғанға сұратып жатады. Мен сондай бір жауапсыздау адам ба? Сосын кейін жаңағыдай өлеңге өте сараң адам. Өлеңді өте аз жазам. Енді жігіттер жарнамалап жіберіп жатады, жаңа алмай. Бауырларымыз бәрі достарымыз ғой. Бір енді болашақта бір кітап шығару ойымда бар. Алла нәсіп етсе. Соны сұрайын деген. Жалпы өлеңді қай уақытта жазғанды ұнатасыз? Шабыт қай уақытта келеді? Енді өлең деген тумайды жайшылықта, өлең деген туады қайшылықта дейді. Мұқағали әкеміз айтады. Жайдан жай адамды қинап өлең жаза салуға болады да. Бұл заказной өлең. Біреудің 50 жылдығына, біреудің 60 жылдығына, біреудің көңіліне қарайсың, біреудің қайтыс болған туысының көктасына жазасың. Бұл өлеңнің өмірі қысқа. Сол заказ берген адамды қуантың мүмкін, бірақ шын өлең іштен туады ғой. Қайшылық керек оған. Жүректен шыққан өлең жүрекке жетеді. Шынайы туған өлеңнің өмір жасы ұзақ болады. Менің ішінде әлі бір 5-6 жылдан бері жүрген өлеңдер бар да. Ол әбден пісіп, қалыптасып, өзі бір музыка келіп, музыка болып, өлең деген музыка болып түседі ғой жаңағыдай. Ырғағымен, әуенімен түседі. Әншілерге өлең жазып көрдіңіз ба? Дәуренбек Әркеновтың ана туралы әніне өлең жаздым. Медет Осатаевтың туған жерге деген әніне өлең жаздым. Бір термен бар, Дәуренбек Әркенов орындайды, сирек орындайды. 2-3-еуіне жазыппын. Қатты мойын бұрып, әнге сөз жазуды аса машық қылмаппын, себебі мен табиғатыма келе қоймайды. Оның үстінде Қайрат Асқаровтың әнге сөз жазғаннан кейін жазғында келмей қалады да. Қазақтың поэзиясындағы үлкен бір лирик әнші ақын Қайрат Асқаровтың әнге сөз жазғаннан кейін, анадан кейін қолыңда жүрегіңде бармай қалады да. Жақсы, енді сіздің ойыңызша қазір елімізде ең мықты деген 3 ақын? Айтыстан ба, поэзиядан ба? Айтыста, поэзияда бөлек атасаңыз. Мен үшін қазақтың ақындарының бәрі мықты.
бәрі тамаша. Үздік күшті атаныш. Қазіргі айтыстағы Мұхтар Ниязов, Дидар Қамит, Айтбай Жұмағұлов мен үшін тұлға, Мақсат Ақан. Айтыстың бәрі мықты мен үшін, бірақ маңдайы жарқырап тұрған ақындар қазір осылар ғой. Ринат бар. Мен үшін жарқ етіп көзге түсетін қазақ айтысындағы қазіргі айқасқасы Болатбек Оразбаев. Поэзияға келеді. Поэзиядағы ақындар көп қой, бәрі бір тұлға ғой. Қазір енді көбіне Серік Сағынтайды көп оқимын, Серік Ақсұңқарұлын оқимын, Маралтайды оқимын, Сабырадайды оқимын, Есенғалиді оқимын. Жас ақындар ше, Мирас. Жас ақындар енді Мирастың орны бөлек қой. Мирас айтысты поэзияда өзінің қолтаңбасын қойған ақын. Жас ақындардың Жәнібек Әлиманды, Рауанды бәрін оқимын. Солардың ішінде өзі жарқырап тұрғандары Жанат, Мирас, Жадыра бар, Енді Айзат бар. ең қазір осы сұхбатымыздың ең қызықты сұрағы, қазір осы арқадан шыққан тойды басқарып жүрген асабалар ең үздік үш асаба сіздің ойыңызша? Мен үшін бе? Қазір басқарып жүрген. Мен үшін асабаның маңдайы ешкім енді бұл біраз ұнамай қалу біраз ақындарға. Менен кейінгі асабалардың бәрін жақсы көремін, бәрі әдемі, бірақ не айтатындарын білемін да. Олар менің артымда келе жатқан үлкен толқын ғой. Менен шығып кеткен әдемі, өзінің орындары бар. Мен үшін асабаның орны бөлек асаба, Жансая. Номер 1. Нөмір 1 асаба. 2. Айтуған. 3. 3-ті кім деп қойса екен? 3 көп қой енді, 3-ке бірнеше асабаларды қойға болады ғой. Кім мысалы? Кімді айтсам екен? Бәрі қатар келе жатыр ғой бұлардың енді. Қазір талай асабалардың жүрегі осы сұхбатты көріп отырған асабалар. Мен енді Жансаяны тыңдаймын. Жансаяның сөздік қоры, Жансаяның сур салмалығы, Жансаяның тілінің қотырлығы, қыршаңқылығы, Жансаяның кез келген қысылтаяң кездерде шығып кетуі, жол тауып кетуі, кез келген өзіне қарсы келе жатқан тойдың иесін кері бұрып жіберуі менің бойымда жоқ қасиеттерді. Сондықтан мен оны тыңдаймын. Мырзабек деген досым арқаға жаңа бір мектеп әкелген, жалпы шоумендерді әкелген сол. Энергиясы өзін айтамын, шоуменді әкелген сенсің деп. Шоуменнің атасы сол кісі болып тұр. Иә, шоуменнің атасы сол. Бірақ оныкі әдемі еді, әсерлі еді. Ол ана Жетісудың мектебін алып келді бізге. Өзін айтамын, бізге жаңа мектеп қалыптастырған көп осы шоумен шәкірттері, сол Мырзабектің шәкірттері. Сондықтан енді Айтуған басқарғаны жақсы маған, Мырзабектің басқарғаны жақсы, бәрін жақсы көремін. Бірақ енді тыңдайтын асабам Жансая. Жақсы. Келешекте немен айналысыңыз келеді? Мал шаруашылықпен. Қазір енді басы бар шығар? Басын жайлап, тойдан мінген біраз атымыз бар ғой. Ойда жүрген, қырда жүрген. Осы енді мал шаруашылықтары қарай дамытып, бір қыста қалып. Сол туған жерге жақын дейсіз. Туған жерге қарай жақын. Ұлдардың өсіп келе жатқан ұлдар орыстанып кетпесін дегенде жер үйге көшкенімізде сол да. Тазылар әкеп бердім біраз жүрсін деп. Жалпы атқа мінген бала, тазыны жақсы көрген бала, ауылды жақсы көрген бала жамандыққа бармайды. Сондықтан бір ойымда сол да. Сол мал шаруашылығын асықпай аяңдап, өзім бала шағама жетсе, дос құрбымның жиын тойынан қалмасам, қанағат, шүкір деймін да. Өзіңіздің бойыңызда өзіңізге ұнамайтын 3 қасиет. Жалқаумын. Біріншіден жалқаумын. Қасиет көп қой. Көркем мінезді емеспін. Шап ете қалуым мүмкін да. Тіке айтасыз яғни. Тіке айтпасам да қас-қабағымнан білдіріп қоямын. Бұл енді жүректегі нәрсе ғой. Ол өзіме ұнамайтын 3 қасиеттің соның 3-еуін сол жалқаулыққа сыйдырамын. Жалқаулық деген әйтпесе қолымнан өлең жазу келеді, біраз дүниелер жазып, біраз басталып тастаған әңгімелер бар да. Аяғы жоқ, анауын өзім кітаптарымды ақтарып отырсам, қағаздарымды ақтарып отырсам, әдемі үлкен прозаларды жазыппын да. Аяғы жоқ өлеңдер бар. Өз-өзім жек көріп кеттім, жалқаумын. Енді жалқаулықпен күресіп жатырсыз ғой қазір?
күресіп жатыр деп өтірік айтуға болмайтын шығар, сол жылдан жылға сол жалқаулығым өсіп бара жатқан сияқты. Енді мына жерге рекламаға күресіп жатырмын деп айта салуға болатын шығар, бірақ сол күресе алмай жатыр мысалы. Жақсы, енді бізде Айдар бар біздің бағдарламада, көрермендерден сұрақ деген. Көп сұрақтардың ішінен осы бір сұрақ ұнады, сол сұрақты қоюға рұқсат етіңіздер. Видео KZ аккаунттың иесі мынандай бір сұрақ жіберіпті. Өзіңіздің ойыңызша бойыңызда асабалық басым ба, әлде ақындығыңыз басым ба? Менде ме? Жақсы сұрақ екен. Иә, өзіме де ұнады. Ақындық басым. Кейде өз сөзім өзім тойда айтқан өз сөзім өзім мырза болмай тұрам да. Бірақ ел күлу үшін айту керек. Кейде бір керемет көркем сөздер айтып жатасың да, елге өтпейді, өзің ырза болып кетесің да үйге. Ақындық басым. Жақсы. Енді соңғы сұрағымыз жаңа той мәселесіне оралайық. Өткенде айтуғанын да сұраған болатынбыз. Қазір енді жас асабалар адасып жүр, өзіңіз айтып жатсыз, иә. Жас асабаларға бағыт бағдар көрсететін тренингтер тұрақты түрде өткізетін ойыңыз бар ма, ниетіңіз бар ма? Ондай тренингтерге, семинарларға сұраныс. Иә, біраз жігіттер ашып еді ғой, бір шақырған, осы апрель айына шақырып еді, содан хабарсыз кетті. Ойым бар. Мен жаңа өзің айттым, Абзал, мен кез келген асабаны дайындауға, бағыт бағдар беруге дайынмын, ақылымды беруге дайынмын. Себебі аға ақыл беріп отыру керек та. Өзің үшін ұлтқа қосқан үлесің болсын, дәстүрге қосқан үлесің болсын. Тіпті мен солар той басқарып беремін десе, біраз сөздер жазып беруге дайынмын. Тіпті сіз басқаратын тойға келіп тыңдауға рұқсат, иә? Біраз асаба келіп тыңдаған. Бір асабаны көрдім, сол жігіт хабарсыз кетті, атында ұмытып қалдым. Менің суырып салып шығарған өлеңдерімнің өзін жартылай жазып апты да. Қалғанын сол шыққан уақытта тойдың артына қарай жазып алды. Мен ойлағам, не деген махаббат мынанікі, не деген үлкен ынта. Бірақ сол жігіт жоқ болып кетті. Менің тойыма келіп біраз дүние алған асабалар көп қой, біраз алды. Дискімді алып алғандар көп, өзім аң-таң болып. Ағадар бір тамаша бір жақсы той болып, тойдың иесі деп дискіні сұратыпсың ғой, соны беріп жібердім дейді да. Ой, мен сіздің дискіңізді қайтамын мен дедім. Білмеймін, бір жігіттер келіп алып кетті дейді, тамада сұрап жатыр деп дейді. Ол енді оған өкпе жоқ, ол ізденіс та. Ол ұмтылыс, ізденіс. Бірақ енді ол жаңағы тілегеннен алғаннан гөрі кітаптан алса ол тың болатын еді. Көрдіңіз бе? Жансаядан аласың, Айтуғаннан аласың, Мырзабектен аласың, Айтбайдан аласың, жан-жақтан ала берген нәрсе ол сен үшін жаңалық болмайды да. Себебі Жансая айтқан нәрсені мен асырып айтамаймын да. Тілеген айтып кеткен нәрсені менің артынан кетқандар асырып айта алмайды. Сәттібайдың айтатын нәрсесін ешкім асырып айта алмайды да. Сондықтан жаңағындай нәрселерді ойлап алып, мынау дұрыс екен, мынау дұрыс екен деп басқа жерден іздеп алып шықса, өте әсерлі болады да. Өзіңнің қолтаңбаң болып шығады да. Яғни іздену керек. Бірінші кеңесіңіз. Еңбек керек. Не нәрсеге де еңбек керек? Серік Ақсұқарлы айтады ғой, талант 1% талант, 99 еңбек дейді да. 1% талантты шығару керек. Қазір енді сол 90 жылдарға қарағанда қазір асабалар әжептәуір ақша табады сол тоймен. Кәдімгі бір кәсіп, кәдімгі бір жұмыс. Сондықтан ізденіп, қай тойға болмасын үлкен жауапкершілікпен дайындалып бару керек. Бір тойға түк дайындалмадым дегенде, бір тойға жаңа бір мақал апаруың керек қой. Сенің одан тапқан пайдаң былай жинала береді, одан зиян жоқ. Бір тойға бір шумақ өлең қосып отырсаң, сен үшін. Сосын мынандай өзімізді қой деген нәрсе құртады да асабаны. Тегін той қой деген, кеше Айтуған екеуміз сөйлесіп отырмыз. Баяғыда қоянды қамыс, ерді намыс, тамадан таныс өлтіреді деген сөз болатын. Енді біреуге көмектесесің, досың үшін, қой бұл, досың, ағайының үшін барасың, жалп-жалп етіп барасың, жалп-жалп етіп қайтасың, табыс таппайтын тамада кәдімгі қарайып қалады, тасырқап қалады ше. Бесплатный той ғой деп, сол бұрынғыны айта бересің. Неғұрлым қарайды? Немқұрайлы, нем кетеді деп айтасың. Сосын өзің де соған қалыптасып кетесің да. Ақшасы бар тойлардың өзі сөйтіп кетесің да. Сондықтан жаңағындай тамада асаба бір анекдот қосса да жаңадан қосып отырса, өз үшін пайдасы бар. Осы әңгіменізден бір сұрақ туындайды. Қазір халық көп айтады, көп асабалар той таңдайтын болыпты. Мысалы, бір тойға келіседі, бір ай бұрын, мысалы. Сосын
ақшасы көптеу бір той түссе, сол тойға кетіп қалатын көп кездеседі дейді сондай жағдайлар. Бұл бұрыннан бар нәрсе абзал. Біздің біраз ағаларымыз сол той ұстайды, бірден мас қалғанға дейін 4-5 той ұстайды, сол таратады. Біз сол кісілерден бір той алатынбыз. Бұл қалмайтын нәрсе, адамның өзіне байланысты, арыңа байланысты. Мен баяғыда бір кісінің тойын басқарып $50 басқарып, егізді о кездегі ең керемет баға $50. $50 тойға келістім де, маған ағадырдан $100 той келді да. Шайтан араласы дүние қызықтырып жіберді. О кезде мен иманға келмеген, жаңағыдай өтірік айтасың. Сосын осындай бір ағамыз ауырып қалды деп, ана кісіге отказ беріп, $100 үстінде $50, $100 тойына кетіп қалдым ағадырға. Өтте бір ауыр той болды. Иә, солай болады. Берекесі кеткен той болды. О жерге не әнші апармаған, не аппарат апармаған, элитаның ішіне толтырып қойған кісіні. Сол той біткенше өз-өзімді мазаладым. Енді ана кісінің ренжіді ғой енді о кісі. Жақындағанда лақтырып кеттім, өтірік айттым. Түсінді ғой енді, иә. Қарғады. Ана ақшаны берді о кісілер, ақша дәулетті кісілер екен. Содан кейін өзіме серт бердім. Ешкімді алдамайтын. Алла біледі не қайырлы екен. Иә. Мен сізге айтайын, осыдан бірер жылдар болдың, Ержігіт деген қобызшы ағамыз Жаңарқаға тойға жүр деді. Бірақ о кісілердің баратын жеріміздің ақшалары көп емес, мәз емес. Мен айттым, қанағат, Ереке, барып қайтайық деп. 8.000 теңгеге бардым. О кезде 8.000 теңге деген, о кезде той енді 15.000 теңге болады. 8.000 теңге Жаңарқаға тойға барып қайттым. Мен сізге айтасың, 1,5 ай Жаңарқадан шықпай қойдым. Тойдан той. Тойдан той, Қойлыбай ағамыз арқылы шақыртатын болды кейінгі кезде. Ана қайырлы нәрсе анау болды да. Қайырлы нәрсе анау болды. Енді біз $3.000-ға дейін, $4.000-ға дейін тойға барып жүрдік қой. Алматыға барасың, үлкен бизнесмендердің тойына барасың. Осы жерде бір кісі той жасайтын болып, келісіп, бүйтіп келіскеннен кейін той жақындаған уақытта тойдың иесі қайтыс болып кетті, жігіт. Сосын той келесі жылға қалды. Келесі жылға енді ана кісі жесір келіншек, осылай маған қайтадан хабарласты, сол кісілер едік қой деп. Сосын енді қанша болады деді. Сосын мен айттым, бергеніңізді аламын. Шын ба деп аң-таң болады да. Иә, қалай сонда? Өз суббота. Енді не бересіз, соны алам. Мен сізге 40.000 теңге берсем, қанағат дедім. Ана кісінің көзі шығып кете жылдады. 40.000 теңге деген баға жоқ қой қазір. Бір әншінің өзі 40.000 теңге. Содан ана кісі мені көргенде жылап кездеседі ғой, ана кісі қазір. Мен айтамын о кісіге, осыдан бір апта бұрын мен $3.000-ға той басқарып келдім, апай. Шыққан миы жоқ та. Алла біледі қайырлы нәрсенің қайсысы екенін. Ана кісі тойдан кейін жанарына жас алып жылағанын көрсең, себебі сен біреуге қол ұшын бердің да. Маған сол болды. Маған $3.000-дан жаңа 40.000 теңге қайырлы болды да. Біреуді қуанттым да. Қолымнан келеді. Батасын алдым. Ол кісілер туысқандарына мақтанды, осындай бағаға басқарып берді маған деп. Сол кісі мені көргенде үлкен кісі бетін андай жерден жүгіріп келіп амандасады да, жаны қалмай. Балалар да жаны қалмайды да. Себебі мен енді көңілім толды. Біреуді қуанта алдым. Біреуге қол ұшымды бердім. Сондай нәрселер болады, адамның өзінің жүрегіне байланысты, арына байланысты. Әйтпесе қу дүниені қуа берсең жеткізбейді ол. Ақшаның түбіне ешкім жетпейді. Кейде бір 20.000 теңге артық беріп жүргенде ойланып қаласың да. Осыған мен лайықпын ба, лайық емеспін ба? Кейде бір қосып жібереді да, жолда санап қаласың 20.000 теңге артық, мынау қалай болды деп. Не звондайсың, не қайтып келесің, өзіміздің қосқанымыз дейді да. Ол кісілер басқаша беруі мүмкін да, не істейді екен деп. Сондықтан әр нәрсеге қанағат бар жерде. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтады, Алла тағала айтады, мен оларға көзге көрінбейтін байлық бердім, ол байлық қанағатта дейді. Біз қанағаттың жоқтығына кетіп қалып жатырмыз ғой көбіне. Қазіргі той асабалардың енді мал тапқандары, өзіміздің мал тауып жүргендеріміз біреудің 1 айлығы, 3 айлығы, кейде 4 айлығы болып кетеді ғой шынында. Қарап тұрасың дейді, Аллаға шүкір дейсің. Біз той басқарған уақытта 500 теңгеге басқардым мен ең бірінші. 500 теңге алып үйге қуанып келгенді көрсең, бір пакет сарқыт бар, ішінде еттің наны, зефир бар, толған. Сосын бір велюрдан тігілген шапан 500 теңге берді. Ол кезде 500 теңгенде ақша шығар ол кезде. Қазір қарап отырасың, таң қаласың. Көп тойларды мен бесплатно басқардым. Өйткені қалыптасып алуым керек. Иә. Халыққа танымал болуың керек. Ауылда бір тойларда асаба келмей қалса екен деп тілеп жүресің да. Мүмкіндік қой ол сіз. Иә, мен үшін мүмкіндік. Маған ештемесінің керегі жоқ реклама үшін. Қазір бірден күмпете қалғысы келеді де балалар, бауырларымыздың. Әнге келгендердің өздері солай ән айтатын несір айтып балаларға айтамын, сендер кішкене бірінші танымал болу керек. Сосын келеді жайлап. Бірден келген байлық, бірден келген ақша адамды бұзып жібереді. Шыдамдылық жетіспейді қазіргі өнерпаздарға, иә?
бірден біз өзі әлсізбіз ғой, адамдар әлсіз, бірден дәметуші да, бірден бұрқ ете қалып құшақтап алғың келеді да, ол нәрсе ертең сені бүлдіруі мүмкін да. Кез келген нәрсе еңбекпен, кез келген нәрсе бейнетпен келсе, неғұрлым оның қадір қасиеті болады да. Жақсы. Енді соңғы сұрақ, сол сұрақпен бүгінгі бағдарламамызды аяқтайық. Тілеген аға, өмірлік ұстанымыңыз қандай? Өмірлік ұстаным. Ешкімді алдамау, өтірік айтпау. Өмірлік ұстаным үйдегі ұл-қызымды адам қылып тәрбиелеу. Ешкімнің ала-жібін аттамас екен. Бәленнің баласы деп, балаң жақсы болды, жақсы деген сөзге ата-анаң ең керемет сөзі ғой, бақыты ғой. Сол ұлдарым, қыздарым менің абыройымды көтеріп, сенің балаң жақсы деп айтса, сондықтан менің ұстаным. Қазақты сүю. Үйдегі ұлдарымды, қыздарымды ұлтын сүйетін, жерін сүйетін ұл қыз тәрбиелеп шығу басты ұстаным. Әр қазақ менің жалғыз мысалы айтпайықшы, қазақ қазақты сүймей, қазақ қазақты құрметтемей болмайды. Сондықтан мен ұлтымды сүйем, мен елімді сүйем. Сол еліме қосқан үлесім, ұстаным сол. Ешкімнің ала-жібін аттамау, өтірік айтпау. Шапашоттың қысқа сабындай қысқа жалғанда бір-бірімізді құрметтеп, қадірлеп, сыйлап кетсек сол ғой. Кейбір адамдарды өкпелетіп аласың, кейбір адамдарды ренжітіп аласың. Ол дүниеден өтіп кетеді, жүректе өмір бақи кететін дүние сол да. Неге содан кешірім сұрамадым екен? Неге сол тойда соны неге ренжітіп алдым екен деген дүние ғой. Ұстаным сол қазіргі ұстаным. Адам есейген сайын ойланып сөйлейді да. Тілден кетесің ғой, неше түрлі тілден кетіп қаласың. 10 күннің 9 тілден. Жастық шақта болатын болмайтын әңгімені айта саласың, жарқ етіп тұрсың, кешіріммен қарайды. Жастық шақта келетін келмейтін анекдотты айта саласың, тойдың өзінде. Қазір ойланып барасың да. Себебі ақыл тоқтаттың, жілігіңнің май ағарды, шашың бозғылт тартты. Сондықтан өмірдегі ұстаным сол, ешкімді өкпелетіп болмасам екен деп. Өкпелетіп жатасың ғой, ағайынды өкпелетесің, досты өкпелетесің. Жақсы, Тілеген аға, бүгінгі сұхбатыңызға рахмет. Көп жас асабаларға сабақ болды деген ойдамыз, тәрбие болады деген ойдамыз. Құрметті көрермендер, осы сұхбатымызды Алла қаласа Алаш Лайф YouTube арнасынан тамашалайсыздар, тіркеліңіздер. Тілеген аға, көп рахмет сізге. Сіздерге де рахмет. Алла разы болсын. Осылай арқан мақтанышы болып, елдің батасын алып, бізге жол көрсетіп жүре беріңіз. Сендерге де рахмет. Ұлт үшін, дәстүр үшін, салт үшін еңбек етіп жатсыңдар. Еңбектерің жемісті болсын. Ел аман, жұрт тыныш, тәуелсіз елдің туы жығылмасын. Амин. Сау болыңыздар, құрметті көрермендер.